20 ғасырдың басы алтын сүйген арыстарға ауырсын болды. Халықты оятқан сөз қылмыс саналды. Біржақ Дулатов та сол зұлматтың құрбанына айналды. Дулатов, сен халықты үгіттедің, билікке қарсы сөз айттың. Мен қылмыс жасаған жоқпын. Мен халқымды білімге, оянуға шақырдым. Бұл менің парызым. Сенің оян қазақ деген сөзің ел дүркілетті. Елді ояту қылмыс емес. Ұйқыдағы халықтың ертеңі болмайды. Түрме тәнді шектейді, бірақ рухты тұтқындай алмайды. Біржақып термі торына жағында отырып та қаламын тастаған жоқ. Көзіңді аш, ұян қазақ, көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті, дін нашарлап, хал арам боп, қарағым енді жату жарамасты. Найзамен түртсе де жатырсын қазақ оянбай, бұндай қалың ұйқыны бердің бізге оялай. Бар мекен біздей хафыл жыр, атрафқа көз салсақ, көз ескенше ұйқыға келе жатқан тоя алмай. Етемін үміт жастардан, жаңа гүл шашқан бақшадай. Мұрадан оңай кім табар, жар салып жұртқа қақсамай. Халыққа жастар басшы бол, қараңғыда жетектеп, терең судан өтерме, мың қойды серке бастамай. Темір тордың ар жағында да рухты жеңу мүмкін емес екен. Біз ояндық, сенің сөзің бізге жол көрсетті. Ел үшін қызмет етеміз. Біржақып Дулатовтың тәні қамауда болса да рухы азат еді. Оның арманы білімді тәуелсіз қазақ елі. Алаш рухы мәңгілік, Біржақыптың сөзі ұрпаққа аманат.